барша мұсылман қауымы үшін ең қасиетті, ең қуанышты екі ұлы мейрам бар екенін білеміз. Оның бірі ораза айт, құрбан айт мерекесі. Жалпы айттау, айтшылау ұғымы қазаққа бұрыннан таныс. Алайда бұл екі айттың әрқайсысына тән өту ерекшеліктері бар екендігін біріміз білсек, біріміз білмей жатамыз. Осы орайда құрбан айттың ораза айттан 7 айырмашылығын айтамыз. Бірінші, құрбан шалу. Әрине, құрбан айтты құрбандықсыз елестетудің өзі ерсі. Бұл осы күні жасалатын ең үлкен құлшылықтардың бірі. Рамазан айынан кейін ораза айтта аузымыздың ашық екенін білдіріп, айт намазынан кейін адамдар бірден айттап мейрамдайтын болса, құрбан айт намазынан кейін ең бірінші орындалатын абзал амал құрбан шалу. Сондай-ақ пайғамбарымыздың, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, сүннетіне сай өзің шалған құрбандықтан ауыз тию. Құрбан араб тілінде жақындау дегенді білдіреді. Яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, Аллаға жақындау түсу. Ал шариғаттағы терминдік мағынасы шарттарымен санасы отырып, құлшылық ниетімен мал бауыздау. Олай болса, құрбандық шалуды тек мал сойып, қан шығару емес, Алланың рахым мейіріміне қол жеткізудің бір жолы деп түсінген абзал. Ұлы Алла Құранда біз әрбір үммет үшін өздеріне берген малдардан Алланың ғана атын атап құрбан шалуды бекіттік деген. Демек, құрбан шалу шамасы мүмкіндігі жететін әр адамға міндет құлшылықтардың бірі. Ибн әл-Араби ақиқатында құрбан айт күні құрбан шалу амалдардың ең жақсысы. Өйткені әрбір ғибадат өзінің бекітілген уақытысында артықшылыққа ие деген. Демек, құрбан шалу мұсылман өміріндегі ең сауабы мол әрі айрықша маңызды құлшылық. Екінші, құрбан айтта ташрих күндері бар. Екі айтта бір күн тойланатындығына қарамастан, құрбан айт күніне бөлек тағы 3 күн ташрих күні бар. Ташрих күндеріміз дегеніміз құрбан айт күнінен кейін 3 күн айтады. Алла тағаланың Құран кәрімдегі санаулы ташрих күндері Алланы еске алыңдар деген сөзі осы күндерді білдіреді. Бұл күндердің ташрих деп аталу себебі, ол күндері адамдар құрбандыққа шалған малдарының еттерін күнге кептіретін болған. Ташрих күндердің ерекшелігі, бұл күндерде парыз намаздарынан кейін ташрих тәкбірлері айтылады, құрбан шалынады, нәпіл ораза ұстамаған абзал. Құрбандықты ташрихтің 3-ші күні, ал енді құрбан айттан есептесек 4-ші күні ақшам намазына дейін шалуға болады. Көбіміз уақытынан жаңылысып жататын ташрих тәкбірін екінті намазынан дейін айтады. Ал енді сонда ташрих тәкбірі не деген сұрақ болады. 3-ші, ташрих күндерінің тәкбірін айту. Ораза айт күні де, құрбан айт күні де Алла тағаланы ұлықтайтын мерекелік тәкбірлерді айту шариғатта құпталатын амал. Бірақ дәл құрбан айт кезінде айтылатын тәкбірдің арнайы бекітілген тек уақыттар бар. Оны ташрих күндерінің тәкбірі дейді. Ташрих күндерінің тәкбірі дегеніміз Зүлхижжаның 9-ші күні таңғы намазынан кейін айтылып басталатын, содан әрі парыз намазының соңына дейін айтылуы Зүлхижжаның 13-ші күнді екінті намазының соңына дейін жалғасатын. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, ла илаха иллаллаху, валлаху әкбар, Аллаху әкбар, уә лиллахил хамд. Алла бәрінен де ұлық, Алла бәрінен де ұлық. Алладан басқа тәңір жоқ, және Алла бәрінен де ұлық. Алла бәрінен де ұлық, және барлық мақтау мадақ Аллаға лайық. Сөзі, мағынасы. Умайр ибн Саид Али тәкбірлерді арапа күнінің таңнан соңғы ташрих күнінің екінті намазына дейін айтатын деген.
санаулы тәшрих күндері Алланы еске алыңдар деген аяттың негізінде тәшрих тәкбірін мейлі жамағатпен мейлі жалғыз атқарылған әр парыз намазының артында ер адамға да әйел кісілерге де тұрғылықты кісіге де жолаушы кісіге де бір мәрте айту уәжіп, көбірек айту мұстахаб болып саналады. Айт намазы күні мен өтір намазын кейін айтылмайды. Масбух кісі тәшрих тәкбірін имамның сәлемнен кейін өткізіп алған ракағаттарын өтеген соң айтады. Ер кісі көтеріңкі дауыспен, әйел кісі ішінен айтады. Омар Минада тігілген шатырында тәкбір айтатын. Оны естіген мешіттегілер де, базардағылар да тәкбір айтатын. Мені тіпті тәкбірден дірілдеп кететін. Ибн Омар тәшрих күндері Минада намаздардың соңында да, төсегінде де, шатырында да, отырысында да тәшрих күндері бойы тәкбірін айтатын. Маймуна анамыз да құрбан айт күні тәкбір айтатын. Сондай-ақ әйел кісілер мешітте Абан ибн Османның, Омар ибн Абдулазиздің арттарында тұрып, тәшрих түндерінде де ер кісілермен бірге тәкбір айтатын деп риуаят еткен. 4-ші айт намазына шығарда ештеңе жемей шығу. Сүннет бойынша мұсылман ораза айтының намазында шығарда бір нәрсе жеп шығады. Ал құрбан айт намазында шығудан бұрын қайтып келгенше еш нәрсе жемейді. Бұл амалға байланысты Әнәс ибн Малик, оған Алла разы болсын, былай деп баяндаған. Ораза айт күні Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, ешқашан айт намазынан бірнеше құрма жемей шықпайтын. Әрі әдетте ол тақ сан құрма жейтін. Және Бурайда пайғамбар, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, ораза айтының намазына тамақтанбай шықпайтын, әрі құрбан айт намазына шығудан бұрын қайтып келмейінше тамақ жемейтін деген. Осы хадистің имам Ахмад келтірген риуаятында әрі құрбан айт намазына шығудан алдын, одан қайтып келмейінше тамақ жемейтін, содан соң өзінің құрбандығын жейтін деп айтылған. Осы орайда көбімізде сонда құрбан айт күні сәресіге тұрып, өзіміз жалған құрбандығымыздан ауыз ашамыз ба деген жаңсақ пікірлер туындап жатады. Қуаныш пен шаттыққа толы бұл қос мейрамда мұсылмандар сәресіге тұрмайды, ораза ұстамайды. Бұл туралы Абу Саид әл-Худри былай деп баяндаған. Алланың елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, адамдарға ораза айт пен құрбан айттың екі күнінде ораза ұстауға тыйым салынатын. 5-ші құрбан айтта үлкен қажылық рәсімі орындалады. Жылына бір-ақ рет келетін үлкен қажылық маусымы дәл осы құрбан айт кезінде орындалады. Ол ислам дінінің 5-ші тірегі. Қажылық. Араб тілінде құрметті орынды зиярат ету деген мағынаны береді. Ал бұл сөздің шариғаттағы мәні белгілі орындарды белгілеген уақытта белгіленген амалдарды орындау арқылы зиярат ету немесе діннің бір тірегін орындау мақсатында қағбаны зиярат ету. Қажылық балиғат жасына толған, ақыл-есі бүтін, қаражаты жеткілікті және қажылық сапарына денсаулығы жарайтын әрбір мұсылманға парыз. Қажылықтың парыз екендігіне Құран, сүннет және барлық мұсылман ғұламаларының бір ауыз келісімі дәлел. Алла Тағала оның жолына шамасы келген адамдарға Алла үшін үйге қажылық жасау міндеттеген. Абу Хурейра, Алла оған разы болсын, Алла елшісі, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, бізге құтпа оқып, ей адамдар, Алла сендерге қажылықты парыз етті, сондықтан қажылық жасаңдар, деді. Сонда бір кісі, уа Алланың елшісі, жыл сайын ба деп сұрады. Ол оған Алланың игілігімен сәлем болсын үндемеді. Әлгі кісі сұрағын 3 рет қайталағаннан кейін Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлем болсын, егер я десем парыз болатын еді,
және сендердің оған жыл сайын қажылық жасауға шамаларың келмес еді, деді. Сосын мен сені өздеріңе қалдырған нәрсеге жайыма қойыңдар. Өйткені сендердің ілгері өткендердегі сұрақтардың көптігі және пайғамбарларыңмен келіспеушіліктері себебінен құрыды. Сондықтан сендерге бір нәрсе бұйырсам, оны шамаларың келгенше орындаңдар. Ал егер бір нәрседен тыйсам, оны тастаңдар, деді, деп айтқан. 6. Дұғалар кері қайтарылмайтын күн. Арапа күні. Арапа Зүлхиджа айының 9 күні әрі қасиетті Құрбан айт мейрамының алдыңғы күні. Арапа сөзі танысу, білу деген мағынаны береді. Яғни бағзы заманда Меккеден 20 шақырымдай жердегі Арапат жазығында адамзаттың атасы Адам мен Хауаны табысқан болатын. Бұл күні қажылық рәсімінің ең басты шарты Аллаға ғибадат етілетін қасиетті орын саналатын Арапат жазығында тұру парызы атқарылады. Ал пайғамбарымыз Мұхаммад, оған Алланың игілігімен сәлем болсын, қажылық дегеніміз Арапат. Кімде-кім Арапатқа үлгерсе, қажылыққа үлгерген болады деген. Демек, кімде-кім Арапатта бір сәт тұрмаса, қажылық ғибадатын орындамаған болып саналады екен. Қажылар қаншама жолды осы жерде дұға жасау үшін бағындырады. Арапатта болатын күн қажылықтың шыңы. Қажылар бұл күнді тек қана дұға тілеумен өткізеді. Алла елшісі оған Алланың игілігімен сәлем болсын, Алла тағала құлдарын тозақ отынан азат етуде. Арапат күнімен тең келетін күн жоқ. Арапат күні оларға періштелер жақындап, мұсылмандарды көргенін мақтаныш тұтады. Әрі олардың дұғалары қабыл болуына тілектес болады деген. 7. Құрбан айт пен ораза айттың уақыттары. Қасиетті Рамазан айының парыз етілген 30 күн оразасынан кейін ораза айт болса, арада тура 70 күн уақыт өткеннен кейін Құрбан айт мерекесі болады. Яғни Зүлхиджа айының 10-шы жұлдызында.